Қазақ ұлттық ою өрнегінің бірнеше ондаған ғасырлық тарихы бар. Атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа мұра болып, үнемі дамып келе жатқан өнер түрінің бірі осы ою өрнек саласы. Халқымыз молшылықты дарияға, теңізге, бәйтерекке теңесе, батырды арыстанға, қыран бүріктіке балайды. Сұлуды ай мен күнге, хош иісті гүлге, құралайдың лағына, аққудың көркіне, бота мен тұрымтайдың көзіне, сұқсырдың мойнына, алмаға, қарақатқа теңеді. Әсемдікті аң құстан, өсімдіктен, табиғаттан іздеді. Сол сұлулықты ою өрнекке түсірді, дамытты. Аяулым, енді осы ою өрнектің шығу тарихы қалай? Сюжеттен көрейік. Аңсаумен күнім өтті, қаншаменің желбауда басқұрдама аңсау емім. Әжемнің көзіндей бұл оюларды таба алмай, дала кезіп шаршап едім. Ақын Фариза Оңғарсынова ою өрнекті осылай жырға қосқан. Тарихымыздан сыр шертетін бұл қолөнер түрі кез келген қазаққа астық. Қазақылығымыздың айшықты бейнесі. Алайда осының шығу тарихына үңіліп көрдік бе? Осы археологтар Қазақстан топырағынан, Қазақстан территориясынан 6 адамның, алтын адамның сүйегін тапты. Сол 6 алтын адамның денесінде де оюдың нақыштары бар. Өткен жылы болу керек, Монғолияның территориясынан Отукен оюлар деген табылды. Біз осы оюды бір 2000 жыл, 3000 жыл деп жүрсек, жоқ, ол бір 5000 жылға қарай кетеді екен. Жағалбайлының таңбасы 1000 жылда да өшпейтіндей қып санайын. Осынша тарихы бар оюлардың ішінде қазақ халқында ең кең тарағаны қошқар мүйіз екенін бәріміз жақсы білеміз. Қазақтың тыныс тіршілігімен байланысты оюлардың қалай шыққанын қолөнер шебері тағы былай тарқатты. Қазақта кеше жазу болмағанда ою болды. Кеше қазақта жазу болмағанда таңба болды. Көрдің бе? Мысалы айтайық, сіз Албанның баласысың. Мен төренің баласымын. Түсініңіз бе? Сол бір-біріне өзінің кім екенін білдіру үшін мен төренің таңбасын салып, саған сақина соғып беруім мүмкін ғой. Сен сол жаңағы Албанның таңбасын салып, баяғыда жиегін шашақтап, жиегін мошақтап орамал жасап беретін қыз балалар. Кәрістемейді ғой. Сол арқылы кімнің кім екенін, таңбасы арқылы малын біледі, таңбасы арқылы ұруын біледі, таңбасы арқылы тегін біледі. Сондай-ақ қазіргі кезде біз киім-кешекке салынған оюға да баса мән бермейтініміз рас. Бірақ өткен тарихымызға үңілсек, бай манаптар ұзатылатын қыздың сәукелесіне тағылған қымбат әшекей мен алтын оюларға үлкен мән беретін болған. Оны қолдан ойғызып 100, тіпті 500 жылқыға сатып алған. Мұны Қыз жібек жырынан да естиміз. Бұларды тек жіктеу керек. Тарау-тарауға бөлу керек. Шағын оюлар топтамасы, өңір жиекке салатын оюлар топтамасы, жағаға салатын оюлар топтамасы, жеңге салатын оюлар топтамасы. Бізде бір шатысып жүрген зат бар. Киімнің бас киімге салатын оюды алып барып балаққа салады да, балаққа салатын оюды бас киімге салады. Білмейді оны. 2000-ға жуық ою өрнек авторының бұл сөзін дизайнер Ақбота Тоқтасынова да дәлелдей түсті. Осы күнде заманауи киім үлгілеріне ұлттық нақышты енгізіп жүрген ол оюларды қалай таңдайтынын былай түсіндірді. Мысалы, бұл бас киімді алатын болсақ, мұнда арнайы ою өрнектері, жаңағындай ер кісілерге арналған ою өрнекте арқар мүйіздің, найзаның белгілері бар. Бұл біздің ер кісілер батыр, жау жүрек, жаңағыдай мықты адамдар болған. Сол себепті ер кісілерге ғана қолданылатын ою өрнек түрі. Ақбота сонау таңбалы таста бейнеленген тотемдік таңбалардың элементтерінде киімдерге бедерлеген және оның мән мағынасын біліп, қандай киімге қай таңбаны қою керектігін білу үшін де біраз еңбектенген. Біз әр ою өрнекті ол үлкен ізденістен өтеді, жаңағыдай музейге барып, арнайы қарап, іздеп, оның заңдылықтарын, авторлық құқықтарын барлығын қарап ізденеміз. Содан кейін ғана жаңағыдай кітаптардан, тарихи ізденістен кейін ғана ол киімге түсіріледі. Бұдан бөлек Шөптібай Байділдин ою өрнекке қатысты біз біле бермейтін тағы бір мәселеге тоқталды. Оюшының сөзінше, біз соны сан ғасырлардан бері келе жатқан ұлттық нақышымызға ою өрнек деп қос атау бергенмен, көпшілік ою мен өрнектің ара жігін ажырата білмейді екен. Ою мен өрнектің арасында ерекшелік бар.
ою, кез келген ойған ою симметрия беру керек. Төрт бұрышындағы оюдың параметрі бірдей болу керек. Суреттері бірдей болу керек, арақашықтығы бірдей болу керек, түрі бәрі бірдей болып шығу керек. Ал өрнек бұл еркін. Кәдімгі қолмен қарындашпен салсаң, еркін жазылып кете береді. Қай бағытқа бұрсаң, сола қарай. Кәдімгі теңіздің толқыны сияқты болып. Қолөнер шебері тоқталған ою өрнек тарихы міне осындай. Ал оны одан сайын жаңғыртып, жасампаз ұрпақтың нақышына айналдыру біздің қолда. Тал бесіктен бастап жер бесікке дейін салынатын осы құндылықтарды бағалай білейік. Маржан Нүсіпбек, Қобылан Өтегенов, арнайы қайырлы таң үшін.